Мынандай жұмсақ мини пиццаны үйде жасау өте оңай. Сәлем достар, бүгін біз қамыры жұмсақ, іші мол салмамен дүкендегіден кем емес мини пицца жасаймыз. Алдымен қамыр илейміз. Ыдысқа жылы су, қант, тұз, өсімдік майын құямыз, ашытқы қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді 1-2 ас қасық ұн қосып араластырамыз да бетін жауып 5-7 минутқа шетке алып қоямыз. Сонда біздің қамыр жақсы көтеріледі. Осы уақытта қалған ұнды қосып, жұмсақ, серпімді қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң міндетті түрде 2 ас қасық өсімдік майын қосамыз. Сонда қамыр жұмсақ және тез көтеріледі. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз 10-20 минутқа. Салмасына келетін болсақ, шұжықты жіңішкелеп тураймыз. Ірімшікті үккіштен өткіземіз. Қамыр дайын, енді бірдей бөліктерге бөлеміз. Шамамен 60 граммнан қамырдың астын түйіп, түйілген жағын пергамент төселген табаға қойып шығамыз. Бетін салафанмен жауып қоямыз 2-3 минутқа. Енді домалақтап жайып шығамыз әр қайсысын. Ең алдымен бетіне кетчуп жағып шығамыз. Содан кейін ірімшік себеміз. Ірімшіктің үстіне шұжық тізіп шығамыз. Шұжықтың бетіне ірімшік себеміз. Ең бастысы мол ірімшік болуы керек. Қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 12-15 минут пісіреміз. Міне біздің мини пицца дайын, жұмсақ, дәмді, нағыз үй пиццасы. Лайк басып сақтап қойыңыз. Қай салмамен жақсы көресіз, пікірге жаза кетіңіз. Ас болсын, сіздермен болған Ақгүл.